Барша ассаламу алейкум жігіттер, қалайсыздар? Бізде сол Priora автокөлігі 2010 жылғы проблема мынандай. Приборда осветтердің барлығы жанбайды. Габаритті қосамыз. Бізде прибордың жартысы жанып, жартысы жанбай тұр. Мына бөлігі мүлдем жанбайды. Мынаның жартысы жанып тұр. Мына бөлігі жанып тұр. Сөндірем. Көрініп тұр ғой, мына бөлігі бізде жанбайды. Енді осыны қалай тексереміз? Көп ойлайды предохранительден деп, бірақ ол предохранительден емес. Егер сізде мүлдем жанбаса, мүлдем ештеңе жанбаса, онда предохранительден болуы мүмкін. Ал егер сізде былай жанып, жартысы жанбай тұрса, онда ол лампочкадан деген сөз. Ішіндегі мына жердегі лампочкалар жанып кеткен, мына жердегі болсын, мына жердегі лампочкалар жанып кеткен. Енді ал сізде мүлдем ештеңе жанбаса, қалай тексереміз? Кеттік. Так, сонымен бізге керек құрал қандай? Бізге керек құрал контролька. Контролькамен қалай жұмыс істеу керегі біздің басқа видеомызда бар каналдағы. Сол үшін каналға жазылайық, подписка басайық, жаңа видеоларды көріп тұрасыздар. Енді контрольканың бір жағын, крокодил жағын кузовқа минусқа бердік. Тексереміз. Предохранитель қалай тексереміз? Енді осы предохранительдің арасынан приборға жауап беретін қай предохранитель? Оны қайдан білеміз? Оны білу үшін сізге көмек интернет, Google. Сізде қандай машина? Соны тереміз. Мысалы, Priora ма, болмаса там Toyota, Camry болсын, 14 болсын тереміз. Кез келген машинада жалпы принцип бірдей. Тауып алғаннан кейін жалпы предохранитель тауып аламыз. Допустим, мына жерде бізде схема бойынша жазып тұрады. Мына F1, F2, F3, F4 предохранитель, F1 фарға жауап береді, екіншісі вентиляторға жауап береді, осылай тұрады да. Содан кейін бір іште габаритный огни дейді. Габаритный огни или габариты деген болады. Себебі прибор габаритпен бірге жанады. Габаритті қосқан кезде сізде прибор жанады. Габаритпен бірге жанады. Ал прибордың өзінің предохранителі болмайды, яғни освещениесінің предохранителі болмайды. Болады предохранитель, ол басқа нәрсеге жауап береді. Олар дейтін на зажиганияға жауап береді, предохранителі бар. Ал именно освещениеге, жарық беруіне жауап беретін ол габариттің предохранительдері. Түсінікті ғой, габариттің предохранителі мен прибордың освещениесінің предохранителі екеуі бір. Енді қарай, габариттікі бізде Priora'да астындағы екеуі бір және екінші предохранитель. Неге габаритте екі предохранитель? Себебі машинаның екі жағында, оң жақ, сол жағында екі габарит болады ғой. Екі габарит болады. Сол жақ және оң жақ. Неге екі предохранитель деп ойлайсыз? Себебі егер бір предохранитель тұрса, екеуі де, егер сол предохранитель, бір предохранитель біз жанып кеткен жағдайда, біз артта мүлдем ештеңе жанбай қалады. Ол қауіпсіз болады. Қауіпті болады дегеніз кешіресіз. Қауіпті болады. Сондықтан әр машинада, заводта солай специально шығарылған екі жақта правый және де левый деп предохранитель. Біреу жанып кетсе, екінші жанып тұрады. Мына жағы жанып кетсе, мына жағы жанып тұрады деген сияқты. Сондықтан екі предохранительді тексереміз. Предохранитель тексеру үшін бірінші тексеріп жатқан нәрсемізді, мысалы бізде габарит болса, габаритімізді қосып қоямыз. Кез келген нәрсені солай. Фарды қосып тексеретін, фардың предохранительдерін тексеретін болсаңыз, бұл ближнийдің, дальнийдің болса, ближний болса, ближний қосып, кілтті ашып, ближний қосып қойып, сосын барып тексересіз. Дальний болса, дальнийді қосып қойып барып тексересіз. Себебі бұл предохранительдерден нагрузка қосылған жағдайда ғана тек қана ток өтеді. Қараймыз. Бізде габариттің предохранителі мына екеуі. Габарит қосып тұр, плюс бар. Бір жағында, екінші жағында плюс бар. Предохранительдің мына тесіктерінен тексереміз, мынандай темірлері бар. Соған тигіземіз, сонда плюс бар, екіншісіне плюс бар. Так,
мынаны тексерейік. Плюс бар кіретін жағында, шығатын жағында плюс бар. Кейбір предохранительдер бар, мынандай нелер жоқ, контакттері жоқ сыртында. Ішінде бір тесігі болады. Соған кіргізіп тексереміз. Болмаса предохранитель алып барып тексереміз. Егер предохранитель жанып кеткен жағдайда болса, олда бізде примерно мынандай, так, қазір бізде мында бір предохранитель жанып кеткен сияқты. Міне. Мына прикурительный предохранитель жанып кеткен. Бұл жағында плюс бар, екінші жағында плюс жоқ. Плюс жоқ. Демек, бұл предохранитель бізде жанып кеткен деген сөз. Жанып кеткен деген сөз. Жаңа айтып отқаным, бірінші қосып барып тексеру керек деген. Егер мен габаритті өшіріп тастасап тексерсе, бұл жерде мынандай минус шығып тұрады. Бұл минус шығып тұр деген тоқ бар деген сөз емес. Бұл дегеніміз тоқ жоқ деген сөз. Бұл минус после нагрузки дейді. Минус көрсетіп тұр. Бұл жалпы бүкіл предохранительда негізі қосылып тұрған жағдайда плюс өту керек. Кез келген жағдайда бұл тек қана предохранительда тек қана плюс өтеді. Бірінші қосамыз габаритті. Сосын барып тексереміз. Егер сіздің приборыңыз мүлдем жанбайтын болса, онда предохранительді тексеріп алыңыз бірінші. Менің жағдайымда жартылай жанып, жартылай жанбай тұр. Демек, тоқ келіп тұр деген сөз. Тек кейбір арасындағы лампочкалар жанып кеткен дегенді білдіреді. Енді приборды шешеміз, лампочкаларын ауыстырамыз. Сонымен достар, приборканы шешіп алдым. Арт жақ бөлігінде мында так не бар 4-5 лампочка. Біздегі жанып кеткен бөлігі қай жақ? Так, тахометр жағы менде. Тахометр жағын қараймыз. Тахометр жақ. Лампочка қалай шешетін? Бұрайсыз, суырып аласыз, болды. Так, лампочка менде жанып кеткеннен көзбен де көрініп тұр. Бұны тексермейміз. Қалғандарын бір тексеріп шығайық. Ортасындағысы бір жанбай тұр еді менде. Так, бұрадым, алдым. Лампочканы қарайым. Көзбен вроде сау. Бірақ та сонда да мен тексеріп аламын. Тексергенде қалай тексереміз? Біздің құралымыз контролькамен тексереміз. Лампочканың екі жағында екі контакт. Так, қазір. Мына тұрған контактпен мына екінші жағында екі контакт шығып тұр екі жағында. Соны контролькамен тексереміз. Сізге көрініп тұрса, контрольканың бір жағын, контакттың бірінші жағына, екінші жағын контрольканың өзін тегіземіз. Так. Бізде жанып кеткен екен лампочкамыз. Болмаса дұрыс істемей тұр мәлде. Жоқ, жанып кеткен. Жанып кеткен. Көзбен сау болғанмен осылай тексеріп алған дұрыс негізі. Осылай тексеріп аламыз. Көзбен вроде сау, бірақ та лампочка істемей тұр ғой, жанбай тұр. Қазір тексереміз тағы да. Так, сонымен біз лампочканы алғаннан кейін бұл лампочкалар патроннан ішінен суырылып алынады. Суырылып алынады. Дәл осылай суырылып алынады. Тек қана бұл лампочкалардың бір несі бар, түрлері бар. Алынбайтын түрлері бар және алынатын түрлері бар. Менде алынатын түрі. Сізде мүмкін алынбайтын түрі болуы мүмкін. Сондай болса, олар патронмен бірге ауысады. Менде мысалы алынады, қазір көрсетейін сізге. Міне, менде қазір алынып тұр. Аламды, осылай сала қоям патронына, лампочканың патронына. Осылай салдым екі лампочканы. Салғаннан кейін тағы да бір тексеріп жіберу керек болады, себебі
новый деген нәрсе істейді деген нәрсені білдірмейді. Бракованный болуы мүмкін, жанып кеткен болуы мүмкін. Ойбай, телефонмен жүру ыңғайсыз екен, камера жоқ әзірше. Тағы бір тексеріп алам, сосын саламыз. Сонымен лампочканы ауыстырдық, салдық, приборды орнына салдық. Енді тексереміз. Біздің жарығымыз жақсы жанып тұр. Сосын тағы да айта кететін нәрсе, бұл освещениенің регулировкасы болады ғой, азайтатын, көбейтетін жарықтығын. Егер сізде жанбаса, соңында бір қарап жіберіңіз. Мысалы, мен қазір басып тастайым, біздің жарығымыз жайлап біртіндеп өшіп қалды. Бірақ мен мына кнопканы бұраған жоқпын. Мен мына регулировканы істедім. Сәл қазір көтерсем, көтеріп жатырмын. Біздің жарығымыз жайлап ұлғая береді. Бұл не үшін? Себебі түнде кейбір адамның мысалы көзіне тиюі мүмкін бұл жарық. Сондықтан бұл азайтып қойса болады. Болмаса жетіспесе көбейтіп қоюға болады. Осылай істейміз. Егер сіз осы лампочканың орнына диодтық лампочка салғыңыз келсе, аппақ болып жанатын, болмаса көк болып қызыл болып жанатын салғыңыз келсе, салға болады. Бірақ та оның бір минустары бар. Минусы қандай? Біріншіден, ол лампочкалар көп шыдамайды. Көп уатқа дейін шыдамайды, тез жанып кетеді. Ол китайский болғандықтан. Екіншіден, салған уақытта сізде бірден жанбауы мүмкін. Себебі диодный лампочкаларда полярность бар. Полярность деген қарапайым лампочкаде плюс-минусты орындарын ауыстырсаңыз да жанай береді. Плюс-минусты былай берсеңіз де, болмаса керісінше берсеңіз де жанай береді. Ал диодтық лампаларда олар полярность қарайды. То есть оның плюсы бір бөлек, минусы бір бөлек. Плюсына плюс тию керек, минусына минус тию керек. Керісінше, егер плюс пен минустың орны ауысып кетсе, диодтық лампочка жанбай тұра береді. Лампочка өзі сау болады, тек жанбай тұрады. Тек өзінің полярностін тауып алу керек. Әзірге осы, каналға жазылайық, достарымызға жіберейік. Кім приор айдап жүр, соған жіберейік. Жалпы қазақша контентті қолдайық жігіттер. Баршаңызға рахмет. Ассаламу алейкум.